Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы министрлігінің орман және аңшылық шаруа комитеті құрылымында 9 мемлекеттік табиғи қорық бар және орман шаруашылығы жөніндегі 14 облыстық аймақтық басқарма. Сондай-ақ олардың қарамағында 138-ге жуық ұйым қызмет атқарады. Негізі таза табиғат, халық байлығы. Сондықтан бұл нәзік тепе-теңдіктің бұзылмауын қадағалауда орманшы және қорықшы мамандардың орны ерекше. Елімізде олардың еңбегі еленетін кәсіби мереке күні де белгіленген болатын. Елімізде қазан айының 3-ші жексенбісі орман шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай Түркістан облысының басқармалар үйінде салтанатты іс-шара өтті. Өңірдің табиғи қорық, ұлттық және өңірлік парк пен орман шаруашылықтарында абыроймен еңбек етіп келе жатқан бірқатар үздік қызметкерлерге құрмет көрсетілді. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Рашид Аюпов мемлекеттік инспекторларға арнайы төсбелгі тапсырды және жауапты қызметте жүрген азаматтарға алғысын білдірді. Табиғат саласының жанашырлары, сіздерді мына мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздердің жұмыстарыңыз көзге көрінбесе де, табиғатқа, болашаққа әсері өте мол. Түркістан білесіздер, ұлттық үлкен идея, бүкіл ел болып бірігіп, мына 3 жылда салынған қала, сондықтан да кішкене көңіліміз басқа жаққа ауды, сондықтан да шамалы жеткілікті түрде уақыт бөлінмей жатқанымыз рас, бірақ сіздерді естен шығарған емеспіз, әрқашанда қолдаймыз. Жұмыстарыңыз өте ауқымды, әрі қарай да қазір министрлік, үкімет, президентте үлкен тапсырмалар беріп жатыр. Әрі қарай кеңейтіңдер, қорғаңдар, жасылғыңдар, күресіңдер деп. Сондай-ақ Түркістан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Бекжан Қалымбетов пен Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары Данияр Сейітов табиғат жанашырларына алғыс хаттар мен грамоталар тапсырды. Қазір әкімшілік тарапынан облысымыздың несінен алғыс хаттар, грамоталар, медалдар алынып жатыр. Мынау елеп, сыйлап бергеніне көп-көп рахмет. Бадам орман шаруашылығынамыз, Ордабасы ауданынан. Қазіргі біздің басшы маманымыз, директорымыз Бейбіт Мошқалов, Ордабасы орман шаруашылығында. Қазіргі таңда істеп жатқан, атқарылып жатқан жұмыстардың өте маңызды, ұрық дайындау, тұқым егу жұмыстары басталып жатқан жағдайы бар. Қазір мынау үлкен еңбегімізді бағалап, беріліп жатқан мынау сый-сияпатына рахмет. Еліміз тыныш, деніміз сау, ел тыныштық болсын. Мерекелік шарада күндіз-түні табиғат байлығын бақылап, қамқорлық таныта білген мамандардың еңбегі ерекше бағаланды. Жомарт Бегімбет, Нұрбек Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.